Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бізде тез дайын болатын пюре және тек қана пирожкиге арналған пюренің рецептісін өзімнің рецебіммен бөлісетін боламын. Пирожкиіңіз өте дәмді болып піскенін қаласаңыз, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыз. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керегі картошкалардың 5-6 танасы видеода көрсетілгендей өте жіңішке емес, орташа жіңішкелікте турап аламыз. Ол бізде пюреміз тез дайын болу үшін және уақытымызды үнемдеуіміз үшін осындай жіңішкелікте тураймыз. Пюре дәмді болып пісу үшін ең алдымен салқын суда, содан соң барып қайнататын боламыз. Ыдысымызға салқын су құйып, содан соң картошкамызды салқын суға саламыз. Картошкамыздан 1 сантиметр ғана су асып тұруы ғана қажет. Картошканы суға салғаннан кейін барып оттың астын жағасыздар. Содан соң дәміне қаратай тұз. Ол өзіңіздің дәміңізге қаратай қоссаңыз болады. Бетін жауып пісірсеңіз де болады, жаппай пісірсеңіз де болады. Мінекей пюреміз дайын болды. Суынан ажыратып аламыз. Осы кезде картошкамыз ыстық кезінде сары майды қоссаңыз болады. Тұзының дәмі кірмеген болса, тұз қосып жіберсеңіз болады. Барлығы еріп, осы кезде үлгеріп қаласыз. Пирожкиге арналған пюреміз осындай қатты және құрғақ болғаны жақсы. Не үшін қатты болу керек? Ол жаңағы ашқан қамырын ішіне салғанда езілмейді, және отқа пісіріп жатқан кезде тағы да ыстыққа түскенде ыстықты көтере алатын болады. Ол қамырымыздың ішін жұмсартып езіп жібермейді. Сонда сіздің пирожкилеріңіз өте дәмді, шикі болмай піседі. Менің каналымда пирожкидің қамырының рецептісінің құпиясы айтылған, кіріп көрсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.